Ата, Ау мен балам, сізге бір сұрақ қойсам болады ма? сұрай ғой. Сіздер неғып қамсыз тапып жүресіңдер? Балам, бұл қамшы жай ғана құрал емес. Бұл ердің рухы, намысы әрі қаруы. Бұл қамшыны ұстаудың да өз әдебі бар балам. Бұл біздің дәстүріміз. Бізде дәстүр неғып көп? Әй балам, әр дәстүрдің артында үлкен тарих бар, мән мағына бар, тектілік бар. Мына қамшыны саған сыйлай. О, рахмет, ата. Ал қалған әңгімені мен саған дастархан басында айтып берейін. Жүре ғой. Жүр. Балам, мына үйдің ішінде әр заттың өзінің орны бар. Мәселен, мен отырған жерді төр дейді. Бұл жерде үлкен ақсақалдар, үлкен кісілер отырады. Ал қыздың орны қашанда төр. Қыз бетімнің қызылы, өмірімнің қызығы төрімнің қызыры деген. Ол кейін өзінің келін болып барған отауында босағада отырады. Ол сыйластықтың, әдептің белгісі балам. Әр заттың өз орны болса, адамдардың да жүріс-тұрысының өз тәртібі бар. Кәне, астан алыңдар. Қоя. Ата, ана өзім бас киім кімдікі? Балам, ол бас киімді сәукеле дейді. Оны ұзатылатын қыз киеді. Яғни қалыңдықтың бас киімі. Түсіндің бе? Мен қалыңдығым осында киеме, ата? Әрине балам. Біз болашақ құдаларымыздың текті жерден, жақсы кісілерден, өсіп өнген елден болуын қалаймыз. Лайықты деген адамдар табылған соң, құда болу ниетімізді білдіреміз. Бұны қыз айттыру деп атайды. Содан соң қызды барып көреміз, құда түсеміз. Құдамен сөз байластық дегеннің белгісі болсын деп, құдама шеге жапанды өзім жабам. Сосын қыздың ауылына барып, батаяқ дәстүрін өткіземіз. Көбіне оны сырға тағар деп атайды. Құда тартар, жасайды, одан кейін бәрі жиналып, жастарға ақ жол тілейді. Ау, шалау, сен құдалық жайында айтып кеттің. Қалың малың дайын ба? Ата, қалың мал деген не? Қалыңсыз қыздың қадірі болмайды дейді. Қалың мал қыздың қадірін тану. Бұл көне заманнан келе жатқан ежелгі дәстүріміз. Оның мөлшерін құдалар дәрежесі мен дәулетіне сай екі жақ болып келісіп шешеді. Ал кит құдалықтың белгісі. Құдалардың арасында жүретін лайықты сый-сияпат. Одан кейін құдалар дастарханда құйрық бауыр жейді. Енді туыс болдық деген сөз. Өлі тірі ол үлкен кәделі, маңызды жоралғы. Құдалық бекіді деген сөз. Өлі мен тірінің арасында адалмыз, Құдай қосқан құдалығымыз ақиқат дегенді білдіреді. Құда түсіп, уәде пісіп, қалың мал төленген соң, күйеудің қалыңдығын алғашқы көру тойын қынаменде деп атайды. Қаншама дәстүр бар, ата, осын сақтау міндет пе? Әрине балам, бұл міндет, әрі аманат. Біздің дәстүріміз, біздің рухымыз. Дәстүрін ұмытқан ел тарихынан ажырайды. Бұны білу керек, сақтау керек, әрі жалғастыру керек. Бисмилла деп бастайын, дәстүр салттан аспайын. Ал батамды берейін, үстем болсын мерейін. Ұзақ болсын өмір жасың. Рухани дүниең бай болсын, ниетің соған сай болсын. Әумин. Әумин.